Сәлем достар, менің каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеода сіздермен алдыңғы жолғы электрондық форматта жасаған шаблонның сборкасын жасайтын боламыз. Қағазымды А4 форматта фотобумагаға шығарып алдым. Фотобумага менде двухсторонняя глянцевая, односторонняя глянцевая фотобумагада бола береді. Фотобумаганың қалыңдығы менде мына жерде именно птичье молокоға арналған 140 граммдық фотобумага, және де подложкасына 180 граммдық фотобумага. 180-нен жоғары граммдық фотобумагаға шығара берсеңіздер де болады. Алдымен енді барлығын канцелярский ножбен қиып кесіп аламын. Өйткені канцелярский ножбен қисаңыздар линиялары барлығы түп-түзу болып тұрады. Канцелярский ножбен жұмыс істеген кезде астына бір қалыңдау қағаз қоясыздар. Барлығын осылай кесіп болғаннан кейін обязательно беговкасын жасаймын. Менде барлық линиялары көрініп тұр. Именно птичье молокоға арналған. Беговканы не үшін жасаймын? Өйткені қағазым прям линия бойынша әп-әдемі түзу болу үшін. Егер де қағазыңыз 140 грамм емес, 115-105 граммдық фотобумага болатын болса, онда сіздерге беговка жасаудың қажеті жоқ. Менде 140 граммдық қағаз болғандықтан мен беговка жасаймын. Міне көріп тұрғандарыңыздай формасы прям дәл идеально келіп тұр. Енді қазір птичье молоконың подложкасын, открыточкасын аламыз. Осы открытканың артына сіз қалаған тілек жазуды жазсаңыз болады. Бірінші қиып аламыз. Қазір линия бойынша барлығын қиып шығамын канцелярский ножбен. Осы видеоның алдыңғы видеосында біз сіздермен осыны электрондық форматта құрастырған болатынбыз. Соны қарасаңыздар, сіздер мен сияқты әртүрлі шаблонды жасай аласыздар. Енді қараңыздар, мынау жерде именно гүлдің формасы сияқты барлығын қиып шығамыз. Букетик ретінде, гүлдің формасы ретінде. Міне менің шаблоным дайын. Енді қазір птичье молоконың оберткасын қойып көрем. Примерно размері келіп тұр. Енді қазір осының ішіне птичье молоконы салып жабыстыратын боламыз. Қазір қалғандарын да қиып алайын. Дәл солай линия бойынша барлығын қиясыздар. Линия деген ол шаблонның өзі уже көрініп тұр. Міне мен барлығын уже қиып шықтым. Птичье молоком дайын тұр. Птичье молоко жұмыс птичье молоком. Енді қараңыздар, міне осылай птичье молоконы аламын да обертканы осылай жай ғана жабыстыра саламыз. Клеймен немесе двухсторонний скотчпен жабыстырсаңыз болады. Клеймен жабыстырсаңыз кішкене ашылып кетуі мүмкін со временем. Ал двухсторонний скотчпен жабыстырсаңыз вообще ашылмайды, күшті жабысып тұрады. Міне слойы липкие көрініп тұр. Двухсторонний скотч өте арзан тұрады, бағасы 100 теңге. Двухсторонний скотчты алғанда маленький двухсторонний скотч алған дұрыс. Өйткені қалың скотч алсаңыз жұмыс істеу сізге ыңғайсыз болады. Міне мен шаблондарымды дайындап қойдым. Міне сіздер де осындай обертканы жасай аласыздар. Егер де менің алдыңғы видеоларымды көрсеңіздер, барлығы түсінікті. Міне біздің шаблонымыз енді толықтай дайын. Артына мысалы 8 мартаның артына әртүрлі тілекті жазсаңыздар да болады. Бұл открыточка және де презентик ретінде әдемі сыйлық беруге, мысалы бір бокстың ішіне салып қоюға өте әдемі көрінеді. Және де осы шаблонды мен өзімнің YouTube оқырмандарыма тегін беретін болам. Менің каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. YouTube каналыма әлі алда көптеген қызық, күшті видеолар шығатын болады 8 мартқа арналған. Мен алдыңғы видеоларымды қарап, тойбастар жасауды үйреніңіздер.